Сәлем достар, мен бүгін ағзаға қажетті дәрумендерге өте бай, жасартатын қасиетке ие 6 түрлі пайдалы смузидің рецептісімен бөлісетін боламын. Смузилардың барлығын блендердің көмегімен дайындайтын боламыз. Бізге біріншіден банан, киви, сельдерей және аздаған су керек. Кивиді алдын ала сыртын жуып тазалап, қабығын аршып аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп жазылып кетіңіздер, және де қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Сонда сіздер әрбір салып отырған жаңа видеомен бірінші болып бөлісетін боласыздар. Видеода көрсетілгендей барлығын қосып, аздаған су құйып, блендерден өткізіп аламыз. Осы смузи өте осындай қоймалжың болып шығады және ағзаға пайдалы, дәрумендерге өте бай смузилардың бірі. Екінші рецептіде жаңа балғын қияр, сосын бір авокадоның жартысы, салат жапырағы және аздаған жалбыз, яғни мята мен лимонның кескінділерін салып жібереміз. Және жарты стакан су болса болды. Салат жапырағын алдын ала тұзды суға 5-10 минуттай салып қою керек. Жақсылап қойып тазалап алу керек. Бұл смузидің дәмі тәтті болмағанмен ағзаға өте керекті, қажетті дәрумендерге толықтырылған. Бұл смузидан балғын қиярдың және авокадоның және қышқылтым дәм беретін лимон кескінділері мен аздаған жалбыздың дәмі білініп тұрады. Авокадо ағзаны толығымен тазалайтын қасиетке ие. Дәрумендерге өте бай болғандықтан адам денсаулығына өте пайдалы. Диетологтар бұл өнімді жүрек қан тамыры ауруларымен ауыратын және асқазан ауруларымен ауыратын адамдарға жеуге ұсынады. Тек қана оны емізулі аналарға жеуге болмайды және 3 жасқа дейінгі балдарға жеуге болмайды. Және де бір күндік норма жарты авокадодан аспау керек. Авокадо жүрекке өте пайдалы және көздің көру қасиетін арттырады. Сондай-ақ жасартатын қасиетке ие. Біздің келесі смузидің рецептісінде судың орнына сүт қоссаңыз, бір банан, бір киви және мұздатылған таңқурай, яғни малина және бір стакан сүт болса болды. Барлығын блендерге салып, 1 минуттай жақсылап араластырып, дәруменге бай, балдар да үлкендерде сүйсініп ішетін смузи жасауға болады. Алдыңғы видеоларымның бірінде мен көкөністер мен жемістерді қыста сақтау әдістері, яғни заморозка деген тақырыпта мен видео салған болатынмын. Сонда сельдерей мен малинаны, яғни таңқурайды тоңазытқан болатынмын. Смузилердің рецептісіндегі кездесетін киви туралы айтатын болсақ, киви дәруменге өте бай. Онда әсіресе фолия қышқылы, Е дәрумені, С дәрумені, калий, мыс, фосфор және магний кездеседі. Және ішектегі пайдалы бактериялардың көбейтуіне септігін тигізеді. Біздің кезекті смузидің рецептісінде банан, авокадоның жартысы, балдыр көк, яғни сельдерей және бір шай қасық қоспа бар. Ол қоспада блендерден өткізілген имбирь мен лимонға аздаған бал қосылған. Бұл иммунитетті көтеретін қоспа. Алдында видеода салған болатынмын. Көрсеңіздер болады. Көз көктем айларында маудың алдын алу үшін сол қоспадан қолданып тұру керек. Немесе жай ғана лимон тілімдері мен имбирьден аздап қоссаңыздар болады. Осы қоспаның барлығының үстіне жарты стакан су құйып, біз өте дәруменге бай, пайдалы смузилердің бірін дайындайтын боламыз. Келесі смузида банан, сельдерей, яғни балдыр көк, аздаған алма және киви. Жарты стакан суымызды құйып, блендерді 1 минуттай айналдырып, өте керемет, дәмді және дәруменге бай смузилардың бірін дайындайтын боламыз. Сіздер де осы рецепттер бойынша смузилер дайындап ішсеңіздер болады. Бұл смузилардың барлығы дерлік ағзаны толығымен тазалайтын қасиетке ие және дәруменге өте бай. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда Құдай қаласа талай көптеген пайдалы кеңестер және тәтті рецепттер, балалар тағамдары, әлде ағзаға пайдалы смузи түрлері, неше түрлі сусындардың түрлері
және де ыстық тағамдар түрлерін салатын боламын. Жіберіп алмаңыздар. Міне біздің кезекті смузиіміз де дайын болды. Кезекті смузидің рецептісінде киви бар, сельдерей бар, авокадо бар және салат жапырағы мен аздаған су. Барлығын жақсылап араластырамыз. Блендерге саламыз. 1 минутта дәруменге бай өте керемет смузилардың бірі дайын болады. Сіздерге де ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.